Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміз сіздерге дәріс оқитын кафедра доценті Рахметова Нұрила Беркенна. Бүгінгі тақырып инфекция туралы ілім, жұқпалы процестің сипаттамасы, бактериялар мен вирустардың патогендігі және вируленттігі. Одан кейін келесі тақырыбымыз иммунитет, биспецификалық қорғаныш факторлары, антигендер, антиденелер, жұқпалы аурулардың иммунды профилактикасы және иммунды терапиясының негіздері. Инфекция термин. Инфекция дегеніміз не? Латын сөзінен инфекцио, жұғу деген сөзден шыққан. То есть микроорганизмдердің макроорганизмге енуі және онда көбеюімен түсіндіріледі екен. Оның нәтижесінде жұқпалы процесс пайда болады. Яғни жұқпалы процесс патогенді, шартты патогенді микроорганизмдердің сезімтал организмге әсерінен дамиды. Жұқпалы процесс макроорганизм мен патогенді микроорганизмдердің қарым-қатынасы нәтижесінде пайда болған физиологиялық, патологиялық, өзара бейімделген реакциялардың жиынтығы. Біз осының анықтамасын білуіміз керек. Жұқпалы ауру дегеніміз тіндер мен мүшелердің морфологиясының, қызметінің тұрақты өзгеруімен және клиникалық симптомдарымен көрінетін жұқпалы процесс. Келесі. Енді жұқпалы процесстер вообще паразитизмнің негізінде дамиды екен, жұқпалы аурулар. Паразитизм дегеніміз не? Микро және макроорганизмнің қарым-қатынасының бір түрі. Микроб-паразит макроорганизмді өзінің қоректену көзі, тұрақты немесе уақытша мекендеу орны ретінде қолданып, оған зиян келтіреді. Енді паразитизм дәрежесіне байланысты екіге бөлінеді. Жасушашілік паразитизм, жасуша сыртқы. Жасушашілікті біз облигатты және факультативті деп екіге бөлеміз. Жасуша сыртқы, ол жасуша ішіне енбейді, жасанды қоректік орталарда өсе береді. Жасушашілік облигатты паразиттер тек тірі организм ішінде көбейе алады. Мысалы, рикетсиялар, хламидиялар. Бұл бактериялардың ішінде паразиттер. Жасушашілік факультативті паразиттер, олар макроорганизмде және сыртқы ортада, жасанды қоректік орталарда да өсе алады екен. Мысал ретінде, кез келген бактерияны алсақ, гонококтар, менингококтар, сіреспе ботулизмі, туберкулез микобактериясы тағылар, бұлар жасуша ішінде де, жасушадан тыста тіршілік ете алады. Жұқпалы аурулар пайда болу үшін үш түрлі фактор қажет екен. Бірінші, қоздырғыштың болуы, оның патогендік вируленттік қасиетінің болуы, оның мөлшеріне байланысты, ену жолы мен тәсіліне байланысты. Бірінші айтсақ, қоздырғыш болуы. Екінші, сезімтал макроорганизм. Немесе макроорганизмнің иммунитеті төмен болу керек. Үшінші, қоршаған ортаның жағдайы. Қоршаған орта деп отырғанымыз, бізді қоршаған экология. Яғни, жоғары немесе төмен температура, әртүрлі санитарлық жағдайлар, гигиеналық. Қоршаған орта өте маңызды әсер етеді жұқпалы процесс даму үшін. Келесі. Жұқпалы ауруларды жұқпалы емес аурулардан қандай белгілер бойынша ажыратуға болады екен? Жұқпалы аурулар этиологиялық агенті қоздырғышы болады, жұқпалылық қасиетке ие, эпидемиялық таралуға бейім, клиникалық ағымы циклді түрде дамиды екен, талғамдылық қасиет көрсетеді, жүре пайда болған иммунитет дамиды. Міне осындай қасиетімен жұқпалы аурулар ажыратылады. Келесі. Инфекция көзіне немесе иесіне байланысты жұқпалы ауруларды келесі түрге бөледі. Зоонозды, антропонозды және сапронозды. Эволюция барысында инфекциялардың берілу жолдары қандай жолдармен беріледі екен? Келесі жолдар бар. Инфекцияның берілу жолдары ауа тамшы, ауа шаң арқылы беріледі, фекальды-оралды жолмен, трансмиссивті жолмен, жанасу, контакт арқылы, жыныстық жолмен, тік вертикальды жолмен және парентералды жолмен. Бұл берілу жолдары. Енді троптылығына байланысты. Троптылық деген не? Белгілі бір тінді немесе ағзаны таңдап зақымдауы. Троптылығына байланысты келесі жіктеулер бар. Нейротропты әсер етеді, дерматотропты, энтеротропты және гепатотропты. Келесі. Микроорганизмдердің патогендік және вируленттік факторлары. Дегеніміз не? Патогендік деген не? Қоздырғыштың жұқпалы процесс туғызатын потенциалды қабілетін көрсететін полидетерминантты генотиптік түрлік белгісі.
Бұны патогендік дейміз. Патогендіктің дәрежесіне байланысты микроорганизмдер келесі жіктеулері бар. Шартсыз патогенді, шартты патогенді, немесе оппортунистік дейміз, немесе патогенді емес. Келесі. Вируленттік дегеніміз патогендіктің дәрежесі немесе сандық өлшемі. Патогенді генотиптік түрлік белгі болса, вируленттік фенотиптік штамдық қасиет. Вируленттіктің арнайы өлшем бірлігі дозамен өлшенеді. Вируленттікті дозамен өлшейді екен. Қандай оның жіктелуі бар? Леталды доза 50. Немесе дозис леталис минима дейді, ДЛМ. Немесе дозис серта леталис. Түсініп ба? 50% жаңа зақымдалған жануарлардың 50%-ын жою, немесе 95%-ын өлімге апару, немесе 100%-ын өлімге апару. Вируленттігіне байланысты микроорганизмдердің келесі жіктеулері бар. Жоғары вирулентті, әлсіз вирулентті, орташа вирулентті және авирулентті. Бактериялардың вируленттік факторлар және оларға сипаттама. Вируленттік факторлар дегеніміз не? Бірінші, адгезия және колонизация. Адгезиндер. Колонизация. Адгезиндер деген не? Жасуша қабырғасының ақуыздары, кірпікшелері, пили, капсула, фимбриялар сезімтал макроорганизмге жабысады. Адгезия деген жабысу. Колонизация деген көбею. Пенетрация. Қоздырғыштың лимфоциттердің, лейкоциттердің эпителиалды жасушалардың ішіне еніп, нәтижесінде вируленттік қасиет көрсету. Инвазия деген ену. Тіндерге еніп, таралып көбею. Инвазивтік қасиетті патогенді ферменттер түзумен байланыстырады. То есть патогенді ферменттер, аталған ферменттер арқылы инвазия тірі ағзаға, тінге бактерия нелер енеді екен. Бұзады оны, тіндердің байланысын. Метаболизмге қажетті ферменттер болады. Аталған ферменттер метаболизмге қажетті ферменттер. Келесі жіктелу агрессивтік фактор. Макроорганизмнің спецификалық емес және иммундық қорғаныш факторларын тежейтін заттар. Агрессиндер. Олар фагоцитозды тежейді. Бактериялар, яғни кейбір бактериялар агрессиндер бөледі. Агрессиндер микроорганизмдердің жасуша қабырғасының полисахаридтері, капсуласы, липополисахариді, биантигені. Токсигендік қасиет. Ол да вируленттік факторға жатады. Патогенді микроорганизмдердің улы заттар бөлуі. Токсиндердің екі түрін ажыратады. Экзотоксиндер, эндотоксиндер. Экзотоксиндер табиғаты ақуыз қоршаған ортаға бөлінеді. Экзотоксиндердің синтездейтін токсигендер болады. Олар хромосомада немесе плазмидаларда орналасады. Экзотоксиндерді көбіне грамм-оң бактериялар бөледі. Грамм-теріс бактериялар, мысалы, тырысқақ вибрионы, оларда экзотоксин бөледі екен. А вот эндотоксиндерді экзотоксиндерді грамм-оң бактериялар бөлсе, эндотоксиндерді грамм-теріс бактериялар бөледі екен. Тек қана тырысқақ вибрионы экзотоксин бөледі екен. Анатоксин дегеніміз не? Анатоксин экзотоксинге 0,3-0,4% формалинмен әсер етсек, содан дайындалған препарат. Оны вакцина ретінде қолданады. Мысалы айтсақ, дифтерия қарсы анатоксин, стафилококктың анатоксин, тағы басқалар. Экзотоксиндердің әсер ету механизм бойынша жіктелуі. Нейротоксиндер деп атаймыз, жүйке жүйесіне әсер етеді. Энтеротоксиндер ішек бактериялары, гемолизин, лейкоцидин, цитотоксиндер, эксфолиатиндер, эритрогендер. Міне осындай жіктелу бар экзотоксиндердің. Токсигендіктің өлшем бірлігін дозамен өлшейді. ДЛМ және ЛД50. Эндотоксин деген табиғаты липополисахарид. Термостабилді, иммуногендігі төмен жасуша қабырғасында енеді. Әсер ету механизм спецификалық емес. Жалпы интоксикация тудырады. Эндотоксинді грамм-теріс бактериялар түзеді екен. Инфекциялардың формалары және оларға сипаттама. Инфекциялар қандай формада болады? Пайда болу механизм бойынша экзогенді инфекция, эндогенді инфекция, аутоинфекция болып жіктеледі. Қоздырғыштың орналасуына байланысты ошақты, жергілікті таралған инфекция, бактеремия, вирусемия.
ары қарай таксинемия, сепсис, септикемия болып бөлінеді. Қоздырғыштың санына байланысты моноинфекция, аралас инфекция, реинфекция, суперинфекция, рецидив. Аурудың байқалуына байланысты тасымалдаушылар, латентті инфекция, даму ұзақтығына байланысты жедел инфекция, бір аптадан бір айға дейін, үш айға дейін. Созылмалы инфекция бірнеше жылға созылады. Атап айтсақ, мынау аталған аурулар созылмалы инфекция түріне жатады. Персистентті инфекция, то есть организмде қоздырғыш қалып қояды, ел формаға ауысады, антибиотикке тұрақтылық көрсетеді. Мысалы, ел формалы туберкулез. Жұқпалы аурулардың кезеңдері немесе динамикасы. Келесі кезеңнен тұрады жұқпалы аурулар. Инкубациялық кезең, продромальды кезең, аурудың дамуы, сауығу және аурудың соңы. Вируленттік және токсигендік факторларды генетикалық бақылау. Вируленттік факторлар адгезия, колонизация, пенетрация, бұның бәрі аталған, тағы басқа аталған белгілерді хромосомды, плазмидтер, гендер бақылайды. Адгезия ол кірпікшелерді, хромосомды, гендер бақылайды. Плазмидалар деген бар. Инвазияға қатысатын гиалуронидаза, нейраминаза, мына ферменттер хромосомды, гендер бақылайды бұларды. Бактериялардың ер плазмидаларында транспозондар орналасқан. Токсин түзілуінің генетикалық бақылауын хромосомды гендер немесе мынадай плазмидалар болады. F, R, кол, тағы басқа да плазмидалар. Тырысқақ вибрион түзетін холерогенді, алтын түсті стафилококк түзетін эксфолиатинді, кластридалар түзетін энтеротоксигенді, хромосомды токсигендер бақылайды екен. Иммунитетке тоқталамыз. Иммунитет организмнің ішкі ортасының антигендік құрамының тұрақтылығын сақтауға бағытталған реакциялар мен механизмдер жиынтығы. Иммундық жауап дегеніміз белгілі бір антигенге қарсы спецификалық қорғанышты қамтамасыз ететін реакциялар. Бұл реакциялар антигенді танып, организмнен шығарып тастауға бағытталады. Иммундық жауаптың бірнеше түрлері бар. Алдарыңызда түрлері көрсетілген, түрлері және формалары. Келесі, иммунитеттің түрлері: жүре пайда болған иммунитет, туа пайда болған иммунитет. Туа пайда болған, оны тұқым қуалайтын, генетикалық шартталған дейміз. Жүре пайда болған, оны түрлік немесе конституциялық. Жүре пайда болған иммунитет ары қарай жіктеледі: табиғи және жасанды. Табиғилардың өзі белсенді енжар болып, жасанды да белсенді енжар болып бөлінеді. Туа пайда болған иммунитет түрге жататын қасиет. Белгілі бір түр дараларында туғаннан бастап болады екен. Конституционды иммунитет белгілі бір түрдің жеке дараларында ғана болады екен. Молекулалық конституциялық ерекшелікпен шартталған. Табиғи иммунитет белгілі бір жұқпалы инфекциямен ауырып болғаннан кейін пайда болады. Жасанды иммунитет белсенді түрі егуден кейін пайда болады. Енжар түрі, пассивті түрі адамға глобулин, қан сарысуы, қан плазмасын енгізгеннен кейін антиденелер түзіледі екен. Енжар иммунитет пайда болады. Бағытталы бойынша келесі жіктеулері бар: антибактериялық иммунитет, антитоксикалық, саңырауқұлаққа қарсы, антивирустық, паразиттерге қарсы. Ішкі ортаның антигендік құрамы тұрақтылығын сақтайтын екі механизм бар екен: спецификалық емес факторлар немесе иммундық жауап. Спецификалық емес факторларды біз табиғи резистенттілік дейміз, иммундық жауапты иммундық шапшаңдық дейміз. Тері мен шырышты қабаттың тосқауылдық қызметі. Бұл жаңағы мына неге жатады екен? Спецификалық емес факторға жатады. Тері мен шырышты қабаттың тосқауылдық қызметі. То есть жараламаған тері, шырышты қабаттар, осының бәрі бізде жаңағы спецификалық емес қорғаныш факторына жатады. Тыныс алу жаңа жолдарының, несеп жүйесі, көз конъюнктивінің шырышты қабаттары, сілекей, осының бәрі. Тері мен шырышты қабаттардың бактерицидтік қасиеттері. Бұлар бактерицидтік қасиетке ие. Лизоцимді айтатын болсақ, лизоцим сілекей, қақырық, жас, ана сүтінде, плазмада, қан сарысуында, тіндерде кездесетін ақуызды фермент.
Лизоцимді өндірушілер қан моноциттері, тін монофактары. Лизоцимнің кездеспейтін жері несеп, тері сұйықтығы. Ол көптеген сапрофиттерге қатысып жоғары белсенді болып келеді екен. Лизоцимнің әсер ету механизмі. Алдарыңда механизмі тұр. Өзге физиологиялық қызметтер. Атап айтсақ, адамның дене температурасының көтерілуі, микроорганизмнің көбеюін тежейді екен. Физиологиялық және патологиялық реакциялар адамның қандай да бір аурудың барысында түшкіру, құсу, шөту, осылардың бәрі бейспецификалық қорғаныш факторға жатады. Қалыпты микрофлораның антагонистік функциясы. Адамның қалыпты микрофлорасы жаңа патогенді микроорганизмдердің енуіне, көбеюіне кедергі бола алады екен. Фагоцитоз. Фагоцитоз организм ішіндегі бөгде заттардың, соның ішінде бактериялар мен жасуша қалдықтарын жаулап, жұтып, қорыту құбылысы. Фагоциттер, олар гранулоциттер, моноциттер, Фагоцитозды алғаш ашқан ғалым Мечников. Мечниковты әдетте фагоцитоздың атасы дейді. 1883 жылы ашқан. Фагоциттарлық процесс келесі кезеңдерден тұрады. Кезеңдері хематаксис, фагоциттің бетіне бекінуі, жұту, қоршап алу, жаулап алу, эндоцитоз пайда болуы, магосома түзілуі, фагосома, қорыту. Егерде 4 кезең толығымен жүзеге асса, фагоцитоз аяқталған болады. Аяқталмаған фагоцитоз кезінде соңғы кезең жүзеге аспайды. Мысалы, өткір гонорея кезінде бруцеллез, туберкулез, лепра, осы инфекциялардан кейін фагоцитоз аяқталмаған. Фагоциттарлық көрсеткіш дегеніміз бұл жұтылған микроорганизмдердің лейкоциттер санына бөлгенде шығатын көрсеткіш. Апсоникалық индекс дегеніміз бұл иммундық сарысудың қатысуындағы фагоциттарлық көрсеткішті қалыпты сарысудың фагоциттарлық көрсеткішіне бөлуден шығатын сан бірден кем болмау керек. Фагоциттердің негізгі функциялары қандай қызмет атқарады? Спецификалық емес фагоцитоз, иммундық фагоцитоз. Иммундық фагоцитозды тағы былай дейміз. Гуморалдық иммунды жауапқа қатысады, жасушалық иммунды жауапқа қатысады. Комплемент жүйесі. Қорғаныштық ақуыздың кешенді жүйесі. Комплемент 9 компоненттен тұрады екен. Оны С әрпімен белгілейді. 9 С1, С2, С9 осылай белгіленеді. Қызметтері комплементтің алдарыңызда слайдта ары қарай. Комплемент жүйесінің 3 түрлі активтелу жолы бар. Альтернативтік жол, классикалық жол, спецификалық жол. Антигенге тоқталамыз, келесі тақырыбымыз. Антиген белгілі бір химиялық құрамы бар генетикалық бөтен жоғары молекулалық арнайы иммундық реакцияларды қоздыратын зат. Антигендік келесі қасиеттері бар антигеннің. Бөтендік, антигендік, иммуногендік, спецификалық, макромолекулалық. Бөтендік қасиет. Лимфоциттер оларды бөтен зат ретінде таниды. Антигендік иммундық жауап туғызатын қасиеті. Иммуногендік антигеннің иммунитет тудыру қабілеті. Спецификалық антигендердің бір-бірінен ерекшеленетін ажыралатын қасиеті. Макромолекулалық массасы 10 000 дальтоннан кем болмау керек. Антиген табиғаты бойынша қандай заттар? Көмірсулардан тұрады, липополисахаридтерден, полисахаридтерден, биополимерлер, олардың компоненттер осылардан тұрады. Шығу тегі бойынша антигендер корпускулярлы болады, микроорганизмдер, спирохеталар, токсиндер, вирустар бәрі антиген болып есептеледі. Антигендер екіге бөлінеді тағы да. Толымды, толымсыз. Толымсыздарға гаптендер жатады және жартылай гаптендер. Микроорганизмдердің антигендері жасушашілік антигендері болады, жасушадан тыс антигендері. Жасушашілік антигендерге бактериялардың К антигені, талшықты антигені, соматикалық антигені, КХО дейміз. Жасушадан тыс антигендер, оған экзотоксиндер, патогендік ферменттері, протективті антигендер, гетерогенді антигендер жатады. Экзотоксинді антиген болып есептеледі. Еритін қосылыс болған жағдайда ғана толымды антиген болып есептеледі екен. Протективті антиген, гетерогенді антиген анықтамасы. Енді антиденелерге тоқталамыз. Бұл талғамдылығы жоғары ақуыздар антигендер мен талғамды әрекеттесуге қабілеті бар. Қан гамма-глобулиндерінің ерекше класы. Иммуноглобулиндер игі деп белгілейді. Бұларды иммуноглобулин глобулиндерден тұрады екен,
Бұл ақуыз глобулиндерден олардың синтезін антигендер түзеді. Сондықтан бұларды антиденелер деп атаған. Сарысудың ақуыздары альбуминдерден және глобулиндерден тұрады екен. Глобулиндер өз алдына 3 фракцияға бөлінеді: альфа, бета, гамма. Тек қана гамма глобулиндер ғана антигендермен спецификалық байланысқа түсе алады екен. Оларды иммуноглобулиндер немесе антиденелер деп атаймыз. Иммуноглобулиндердің 5 класы бар: М, G, А, Д, Е. Алдарыңызда міне кесте тұр. Кестеде осы 5 класы көрсетілген, олардың қасиеттері. Иммуноглобулиннің мынау молекулалық құрылым көрсетілген. Неден тұрады? Антиген-антидене реакциялары. Яғни антидене реакциялар антигеннен тұрады және антиденелер. Оларды біз серологиялық реакциялар деп атаймыз. Келесі феноменге байланысты антиденелерді атаймыз. Қандай дейміз? Мысалы, фагоцитозға қатысатын антиденелерді апсаниндер дейміз. Мысалы, агглютинация реакциясында агглютининдер дейміз. Комплементі байланыстыру реакциясында комплементі байланыстырушы антидене. Лизис реакциясында лизиндер дейміз. Токсинді бейтараптайтын реакцияда антитоксиндер деп атаймыз. То есть антиденелердің аталу жаңа феномені. Серологиялық реакциялар дегеніміз, яғни келесі реакциялар: агглютинация, преципитация, лизис, комплементі байланыстырушы бейтараптау реакциялары. Бұлардың әрқайсында да антиген-антидене бар құрамында міндетті түрде. Серологиялық реакциялар спецификалық кезеңнен тұрады екен, спецификалық емес кезеңнен тұрады. Серологиялық реакциялар инвитро жағдайда 2 мақсатқа қолданады. Мына мақсаттар алдарыңызда. Келесі, диагностикалық сарысулардың жіктелуі. То есть серологиялық реакцияға қолданатын сарысулар, оларды диагностикалық сарысулар деп атаймыз. Мысалы, агглютинациялық, преципитациялық сарысулар, гемолитикалық сарысулар, антитоксикалық сарысулар, таңбаланған сарысулар дейміз. Осындай сарысулар, диагностикалық сарысулардың жіктелуі бар. Иммунопрофилактика және иммунотерапия дегеніміз не? Белгілі бір қоздырғышқа қарсы сақтандыруға және емдеуге бағытталған шаралар. Антиген мен антиденелердің спецификалық байланысына негізделген. Ең негізгі ерекшелігі иммунобиологиялық препараттардың спецификалық әсер етуі. Яғни негізін қалағандар Дженнер және Пастер иммунды препараттарды аттенуация әдісі бойынша алған. Иммунды препараттарды, иммунды биологиялық препараттар вакциналар деп аталады. Вакцина профилактика дейміз, вакцина терапия дейміз. Вакциналардың түрлері: тірі өлтірілген химиялық анатоксиндер ассоциацияланған вакциналар. Вакциналар қойылатын тараптар алдарыңда тұр. Вакциналарды аттенуация әдісімен алған. Аттенуация бұл микроорганизмдердің вируленттігін жасанды түрде, то есть физикалық, химиялық, биологиялық факторлар әсер арқылы әлсірету. Тірі вакциналар бар. Мысал ретінде БЦЖ вакцинасы туберкулездің алдын алу үшін қолданатын вакцина, жоспарлы түрде қолданады. Тірі вакциналар қойылатын талаптар, оның алдарыңызда тірі вакциналардың артықшылығы, кемшілігі болады. Міне кемшіліктері алдарыңызда. Вакцинадан кейін келесі асқынулар болады екен. Жалпы реакциялар болады, жергілікті реакциялар. Егу кестесіне тоқталсақ, егу кестесі жоспарлы түрде болады екен, эпидемиялық көрсеткішке байланысты. Өлтірілген вакциналар алу жолдары мына жерде көрсетілген, қандай жолмен алу керек екені. Мысал ретінде көкжөтелге қарсы, кенелік энцефалитке қарсы, тағы басқа да инфекцияларға қарсы өлтірілген вакциналар қолданады. Химиялық вакциналар гамалея алғаш рет ашқан химиялық жолмен алынатын вакциналар. Іш жүзегіне қарсы, обаға қарсы, тағы басқа да. Анатоксиндер химиялық вакцинаға жатады. Анатоксиндер, мысалы ассоциациялық вакциналар деген бар. Мысалы АКДС вакцина, адсорбция неткен. АКДС вакцина дифтерия қарсы, сіреспеге қарсы, көкжөтелге қарсы, 3 инфекция қарсы осы вакциналар қолданады. Химиялық вакцина қатарына жатады екен бұлар. Антигенді құрамына байланысты вакциналар моновакциналар, дивакциналар, тривакциналар, поливакциналар болып жіктеледі. Серотерапия, серопрофилактика дегеніміз не? Инфекциялық жұқпалы ауруларды емдеуде және алдын алуда сарысуларды қолдану, гамма-глобулиндерді да
Бұнда қолдану барысында енжар пассивті иммунитет қалыптасады. Иммунды сарысуларды дайындау үшін зертханалық жануарларды гипериммундайды. Бағытталған әсеріне байланысты иммун сарысулардың жіктелуі алдарыңда. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.